Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік дәл қазіргі чемпион Белал Мұхаммадты анық фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей Белал Мұхаммадтың жалпы кардиосы, яғни 5 раунд бойы жұмыс істеуі өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің тік тұрып соғысуының өте керемет деңгейге, жақсы деңгейге жеткенін өзінің соңғы кездесуі Леон Эдвардсқа қарсы өткізген кездесуі дәлел. Сонымен қатар бұл жауынгердің күрес стилі мен ground and pound стилінің өте жақсы деңгейде екенін атап өтейік. Ал австралиялық Джек Делла Мадаленаға келетін болсақ, бұл жауынгердің тік тұрып соғысу стилі, бокс стилінің өте жақсы деңгейде екенін білеміз, керемет деңгейде екенін білеміз достар. Бірақ та бұл жауынгердің өкінішке орай грэпплинг стилі мен джиу-джитсу стилінің, күрес стилінің өте әлсіз екендігін байқауға болады. Өйткені біз білетіндей Джек Делла Мадалена өзінің соңғы кездесуінде бразилиялық Гилберт Бернске 3 раунд бойы жеңіліп жатып, кездесу аяқталуына небәрі 45-40 секунд қалғанда Гилберт Бернсті техникалық нокаутпен жеңіске жеткенін білеміз. Және де сол кездесуде 3 раунд бойы Гилберт Бернс осы Джек Делла Мадаленаға ешқандай мүмкіндік бермеу арқылы төрешілердің есеп қағаздарында алда келе жатқан болатын. Қос жауынгердің соңғы өткізген 3 кездесуіне тоқталатын болсақ, дәл қазіргі чемпион Белал Мұхаммад өзінің соңғы кездесуін біз білетіндей UFC 304 турнирінде өткен жылы шілде айында өткізген Ұлыбританияның Манчестер қаласындағы турнирінде сол кездегі чемпион Леон Эдвардсты 5 раунд бойы доминантты түрде жеңіске жету арқылы белбеуді тартып алған болатын. Ал оның алдындағы UFC 288 турнирінде біз білетіндей Белал Мұхаммад 5 раундтық кездесуде бразилиялық Гилберт Бернсті жеңіске жеткенін білеміз достар. Ал оның алдындағы кездесуде біз білетіндей Белал Мұхаммад көпшілікті таңғалдыру арқылы сол кезде жеңілмей келе жатқан американдық Шон Брейдиді UFC 280 турнирінде техникалық нокаутпен жеңіске жеткенін білеміз. Ал оның қарсыласы Джек Делла Мадаленаға тоқталатын болсақ, Джек Делла Мадалена жоғарыда атап өткендей өзінің кездесуін 1 жылдан аса уақыт бұрын UFC 299 турнирінде бразилиялық Гилберт Бернске қарсы өткізген болатын. Сол кездесуде бұл жауынгер Гилберт Бернсті 3-ші раундта нокаутпен жеңіске жеткенін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде Джек Делла Мадалена Кевин Холландты төрешілердің шешімімен жеңіске жеткенін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде бұл жауынгер Басил Хафесті 2 төрешінің басымдылық шешімімен жеңіске жеткенін атап өтейік. Менің ойымша бұл кездесуде Белал Мұхаммад Джек Делла Мадаленаны төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін.